Ассалаумағалейкум. Бескөл ауылынан Жаңасуға. Жаңасудың жер атауларын, ескі жер аттарын зерттеп, нақтылауға шықтық. Жол амандығын берсін. Баяғыда ауылда жақын марқым үй көрінді, сосын біздің үй көрініп тұрады, ана бар жақта. Ортада үйлер болмайтын. Үйлер болғанда мынау күлөндар болмады ғой. Иә. Тополь. Иә. Мен Қали апам әлімге дейін рахмат айтам. Күлі үйге қасына ағаш отырғызып жайып қайда. Иә. Күлі өнелерді. Топольдарды әкеп берді ғой. Марқым боқтап сөйлейді ғой. Кеп, ты что делаешь? Как что делаешь? Ал боқта, давай убирай. Әгі 10 түпті суырып, мен жерде мына дәл неде. Труба жатыр ғой. Сол жерде ойпаң бар, Деді Васекидің ортасында. Соған түссен, жаз бойы сол нетпеді ғой. Ормай жатты. Мына жер өспей қалды, иә? Мына Иманғали марқұм сыртында ағаш болды ғой, шоқ. Мына жерде сол жақта бір кішкентай. Шоқ ғой, міне. Мына ішінде бір томар бар да, бір. Бар, мына ішінде. Осы жерді сандал дейді, мен білмеймін, міне сандал. Енді оны нетпейді. Міне, мынау қайың өсіп тұр ма? Содан әрмен қарай барасың. Үлкен емес, шелек қана, не, шұқыр. Ерте кезде бір көл болып отыр ғой. Су ағаш өсіп кетті. Оны томар деймін бізде қан жақта. Бош ағаш болып кетті ғой. Бітті ғой анау, қарашоқ. Қарашоқ Дейді оны бәрі. Әкем марқұм айтады. Иштікбай, осы кім, Әбілқайыр әкесі. Сол Сталинград соғысында бірге болдық дейді. Сонда Иштікбай жараланды дейді. Иштікбай жараланғаннан кейін әлгіні бәріміз екеулеп көтеріп кетіп жүргенбіз дейді. Бір уақытта Әбілқайыр айтты дейді. Әкеліңдер маған, арқасына салып алды дейді. Сол тоқтамастан әкелетін жерге дейін алып келді ғой дейді. Тоқтамай арқасына салып алып жүгіріп отыр. Соны әкелетін жерге алып келді. Содан кейін соғыстан кейін келгеннен кейін бертінде әкем марқұм. Ана бұл тырна емес қой, иә? Тырна? Көк құтан дейді ма? Жоқ, жаңа айттым ғой, қырық құдық деп. Міне 40 құдық анау жылтырап тұр ғой бір қайың. Сол шоқтан бастап бәрман қарай. 40 құдық деген сол жер ма? Иә, сол сен айттың ғой развилка деп. Соған дейін барады почти. Ұзындығы ағаш. Сол құдықтар бар ма сонда? Құдықтар бар ма сонда? Мұнаң іштері қуыс, адасасың мұнаң іште кірсең. Оңайлықпен шыға алмайсың. Келгеніңізбен шықпасаң, мұна жер бұлай территория, іші қуыс. Осының іште Волошка полиясын себет. Осының іште. Мен Граннан батысқа қарай келетіміз, да? Иә, мұнау батыс, шығыс қарай. Батыс, солтүстік қарай, батыс, солтүстік қарай. Казенка болмаған жолда болмай жатыр дұрыс. Ол уақытта қарап өтіп көктемде үлкен нелер техника жүрген ғой, кәләғыптап. Ол бұл жаққа 2 жыл болса шығар жүрмегелі. Козленка. Анау жалғыз тұрған шоқ па? Ортада? Содан бастап ағарып жатыр ғой. Содан бастап анау неге дейін, мына жерде не бар? Алаң бар. Әр жағында. Ауылға шығасың сұрағымен. Сол Омар шоқ, е? Иә, сол Омар қыстауы дейді. Омар қыстауы. Омар деген кім екенін точно білмеймін. Әрі қарай анамен айтып.
Денген сияқты дейді. Жолды қара. Осы жерде. Осы жерде. Бұл жақта осында біздің Қашқынбай атамыз да осында жатыр ол. Енше сол осы. Қашқынбай атамыз да осында жатыр ол. Әрі қарай кірме. Міне мынау бір зират екенін білмеймін. Міне мынау ор былай қазылған жан-жан. Ор айнала қазып қойды. Жоқ, ордан ары қарай. Жоқ, арма қарай кірмейміз, иә. Мынау әр жағы былай дөңгеленіп қорш. Жалғыз ағаштан былай қарай айналдырған ғой. Дөңгелен. Осы жақты ғой зират қой. Не мынау получается мынау Волошикаға баратын жол? Лузикаға кетеді. Аха. Мынау неге қарай кетеді? Ақсуға кетеді. Мынау бізге жаңа суға кетеді. Аха. Жармантайдың Музыка көрініп тұр ғой. Жармантайдың зираты осы, иә? Жарматай зират, иә. Айту бойынша осылай. Айту осы дедті ғой енді. Өйткені мына жерде өйткені су тұр. Су тұрған жерде, значит, мал осы төңіректе мал тұрды. Мынау ең дөң жер. Өйткені дөңгі қояды ғой өйткені. И осы маңда қоныс та болып отыр. Қоныс міне толған қоныс міне мынау. Соны айтамын. Осының бәрі қоныс міне Қырыққұдық деген мінекей мына жердегі сол. Нәріме апай айтқанда айтты осы ана кім Төрежанның бәлені енді кенсе болса каждыйына бір шоқ қойып отау шығарып отыр осы жерде. Өйткені Ырсай деді Ырсай. Ырсай осы жақтан келіп тұр ғой. Осы жақтан келіп тұр. Лузинка, ана Попятный, мектеп, өрнек, жарғайын. Ана Ырсай едікі не қоямын? Новоникольский. Жоқ, сен тыңда, ол былай болған. Мен мана айттым ғой, Ырсай Ол кетеді мынандай бір кебесте. Балық бар, иә, сол? Иә, балық бар, шағақтар мынандай көреді. Оны білсең. Еңбекке барар жол. Бүркітбай зираты. Осы ғой, иә, Бүркітбай зираты? Мына жолды жөндепті ғой. Бұл алдығы жас еді. 9 километр. Мынау сол жақтағы ағаш қандай дейсіз? Мынау ма? Терек тал дейді бұны. Мынау осы жақында. Өтеміз ба? Терек тал дейді мынау, иә? Мынаны терек тал дейді. Сосын Мынау ма әлде анау ма? Осы міне. О, үлкен түгел осы. Мынаны енді жалпақ тал дейді. Жалпақ тал дейді. Алтыбай тал дейді, жалпақ тал дейді. Бұлай Жаңа су. Жаңа судан оңтүстік шығысқа қарай. Бүркітбай зираты, иә? Бұл жерде қандай әулеттер дедіңіз? Кіреміз ба? Кіріп сосын. Құран оқымыз. Жазып сосын. Бұнда енді қолды қара тұқымы жатыр. Енді біздің аталарымыз ескендердің Жақыптың ұрпақтары, Сердәлінің ұрпақтары, Алидың ұрпақтары жатыр. Бекеновтар, Дүйсенбай ағамыздың ұрпақтары. Көбеген атамыздың ұрпақтары. Сотбай атамыздың ұрпақтары жатыр. Жерде Бекмағамбетов Балғожа марқұмның ұрпақтары. Сосын жерде Нақбоздың шешесімен жолдасы жатыр. Сол мұны енді жерде дәл ортасында арғы аталарымыз жатыр ғой. Дәл ортасында. Мына жан жаққа сол орғазығасын отырғасында осылай қойылар еді. Одан Сүйереді естілген тастарды жаңартты. Соның бірі. Ескі тас екен, е? Ескі тас міне. Бұл Сейіт деген. Мынау біздің шешейік мұны. Андағы Сейіт деген қаппас. Соны. Мынау енді біздің шеше марқұмдікі. Мынау бабушкамыздікі. Осы. Мынау енді мына жерде Байқап жүрмесің байқап. дөңдерміз жерлер. Ол сират. Мына кім? Бұл шешеміздің, әкеміздің шешесі Сақып деген кісінің есі. Әжеміздің тасы. Мынау енді Ескі зираттар, е? Мынау енді ескі атамыз. Жаққа бола. Біздің енді біздің немереміз ғой енді. 85 жасында, 51 жас. Сосын арапша жатты. Арапша, е?
Жарапша. 1 май күні дейді. 55 жылы. Руы тілеп. Ескендір жақ Сол болды. кезде салынған, жазылған не тасы? Содан қалай тап. Иә, соны айтам, күні қайтыс болған, мен тілеп тас белгісі баласы Қуанышбай деп арсында. Қалай? Оны енді жаңағы міне Баймырзаұлы. Апар Баймырзаұлы дейді. 1919 жылы қайтыс. Осы жерге ғой міне доңғалақ салып кеткен, арбаның доңғалағын қайтқаннан кейін неге төменге көшіп кеткен ғой. Руы атығай тілеп. Сол не неге басына не доңғалақ салып кеткен, сол 60-ші жылдан кейін келіп, үкіметтің кішкене неткесін, орнағасын, сол ана кішкентай қыз болған сол. Бұның ана кім, жаңа айттым ғой кім, нағашың, дәжен. Сол кісі қайтқанда сол қызы болған дейді, біз кеткенде дейді. Келіп тас қойғанда дейді. Сосын анау енді мына жерде түгел зират. Ана жердегі менің әкем. Аха, үлкен тас. Сол ана енді мына жерлер бәрі не болғасын. Өйткені ана жерде бір қазғамыз бір кісіге. Солда сүйек шықты. Ана жерде ор бар. Ордың бер жағын қазғамыз. Уже сүйек шыққасын біз тиіскен жоқпыз. Уже арғай. Ордың арғы. Мына жер түгел міне. Мына жерлер не жерде Сердалы, Қалиев әулеттері. Мына жерде Шотбай, сосын кім Бекеновтар, сосын Көбөгөн, Ахмет Шалдың солардың ұрпақтарым жақты былай. Дүйсенбай. Мына жақта міне Жолдығара тұқымы. Міне Жолдығаралар ағайындар барлығы жатыр. Міне үлкендері міне Құсайын деген поселке. Ағамыз жерінде әкеп тас қойып, мынаны орнатып кетті әкесіне, сосын әр жағында шешесіне. Міне алдында арасы не жазған ғой поселке 76-шы жылға. 74-інші жылы біздің шеше қайтты. Мына қыз сол кезде не болып жүретін? Молла болатын ауыл. Сонда біздің үйге 1895 жылы туыпты, иә, Құсайын. Жолдығаралы дейді. Сонда Жолдығара шамамен 1860 бірдеме шығар, иә. Солай шығар. Жолдығараның ең үлкені кім? Тиштықбай деген міне мына қасында тұрған. Тиштықбай. Үлкені. Ол кісі қай жылғы екен? Ташбай. Судья болған ба? 3-ші жылға деймін. Иә, ане Ташбай артында бар ғой. Анда 5-ші жылға. Жолдығараның. 1404 жылғы. Естекен 4-ші жылға Ташбай қай жылға? Анағысы бесінші? 4-ші жылға. Жоқ, міне Ташбай. 1899 жылға. Жоқ, кімсі? 95 па солай. Сайын үлкен болып тұрсын. Соны айтам, сайын үлкен. Мына міне Ташбай деген. Ташбай Жолдығара алы. Бұл кісі қызметке істеген, қызмет болған. Судья болды. Судья болды. Ана Құсайын үлкен, иә? Құсайын үлкен дейм, ең үлкен аха. Құсайын үлкен болатын болса, сол бір 20 жас қос. Жоқ. 20-30 жас қос жарайды. 1860 қой сол, примерно. Солай болып тұр. Жолдығара. Сол ма? Ерік дейсі, Құсайын ұлы, Ерік. Құсайын үлкен ұлы. 35-ші жылы туды дейді. Жолдығарындар ғой бұл? Иә, Жолдығарын үлкен. Абай, Жаслан Русланның әкесі. 69 қайтыс болды, иә? Мында Тілеп деген бір жазулар бар екен. Сейіт деген кім білерін? Қаппасовтар бар ғой? Солардың есі. Қаппасовтар? Солардың Қаппасов есімнің ағасы болады. Сол Жолдығара. Иә, Жолдығара бір тұқым болады. Просто анау кім? Төрежан Итемгеновтың балалары бар ғой? Иә. Соның тізімінде Жолдығара жоқ. 1850 жылғы запистарда жоқ. Ол жобасы сол 60-шы жылдар туған. Потому что бүкіл балалар тізімі бар. А именно Жолдығара жоқ ол жерде. Өйткені Жолдығара былай болады. Мен естуім бойынша кім жаңа кім 94 жыл кім?
Тәшібай. А. Тәшібай бір нәрсеге ілегеді. А. Бір какой-то враг народқа ма бірдеңеге. И сол кезде бұларды барлығын списоктан алып тастайды бөлімшеге. Өйткені Асай марқұм начальник милиция болды, оны жұмыстан алып тастайды. Тиісбай марқұм басқарма болады, олар бәрі сосын ауылға келеді де, үй салып, ауылда сосын тұра береді ақыр. Сондай бір ниеті болды білем бір. Наркис болды ғой. Жолды қара видать ең кішісі болған жобасы. Анау өткені оны үлкен баласы атын ұмытып қалдым. Төрежан ең үлкен баласы 1800 жылдардың басында туған. Бұл жолды қара значит кішісі. Мен кейін кіші болып отырмын. Мына жер ор ғой міне. Сақоз болған жылы бұл қоршалмай тұрғанда. Сонда екі кісі жолаушы марқұм кім? Осы қазды білем, машиналарды қазды ма? Сосын қазды. 2005 әкеміз. Жолатыға тілеп нәсілі. Ескендір ұлы Қуанышбай 1930 жылы туған. 2005 қайтқан. 75 жасында. 75-ке келіп қайтты. 22-ші жылы. Бір аят оқып. Мына получается мына Бүркітбай зираты, мына Жарқынбай. Иә. Бұл не қыстау ма қалай? Жоқ, ана қыстау анау әне. Ана ағаш шеріп атырған ақ. Ағарып атқан? Иә, сол қыстау жаңа ана айтты ғой біздің ана. Ана біздің қыстау. Жарқынбайдың Анау Жақып шал деп шапқандар дейді ғой. Арғай тегі ауыл тұрған жері шабады білеміз сол. Шал, біздің атамыз Жақып атамыз. Аманда мына ағашты не деп, жаңа берген ағаш деп айтуы мүмкін енді. Ағаш деп. Жаңа бергенде біздің аталарымыз ғой. Иә. Сол аталарымыз келіп қоныстанғасын осында. Сосын арғай қыстауға ана ағашқа кіреді келді. Мұнда келеді да былай. А Жарқынбай деген қайсысы сонда? Міне. Мынау осы ағаш, иә? И сосын мұны кім енді өйткені кімдерді Жаңғырбайлардың аталары келіп осы жаққа келіп қоныстанып отыр. Сосын өйткені мұнда неге қоныстанғанын білмеймін, бірақ арғы жақта да болған. Анда да болған. Соны айтамын өйткені. Бұлар енді сол енді. А вообще фактически осы жаңа берген ағаш деп осыны айтады енді. Анау біздің қыстау енді, Батырау қыстауы дейді ананы. Сол біздің аталарымыз енді басқарып сонда тұрған ғой. Мана айттым ғой. Қыстан шыққанда бүкілі сол. Ағаш өсіп кеткен. Мынау жолдың бойында, иә? Жолдың бойында аха. Иә, анау қыстаулардың, шымелердің орындары ғой. Иә, мынаның ішінде де ағаштың іші алаң болған. Өсіп кеткен сөз. Жарқынбай деген. Жарқынбай деген бір вообще фактически жаңа берген ағаш деп болуы мүмкін деп енді. Жарқынбай деген бар бір. Мен списокта көргем. Жарқынбай ма? Жарқынбай жетші осы. Менше сол. Азмет Тасбекке қатты жан. Жүріп бұл жерде. Мынау қайсысы өзі? Мәдина ағашы. Мәдина ағаш мынау. Мынау, иә? Мынау ортадағы мынау боранып дейді аға. Ортадағы. Міне бұлай тура көрдің бе? Анау. Боранды, одан солға қартай. Ана қалың ағаш, көк шөпті ана қалың ағаш. Не? Мәдина ағашы дейді. Тасбекке бара жатырмыз. Жаңа су ар жақта қалды жобасы. Ар жағы еңбек. Алдымызда 300 метр жерде. Тасбек көлі. Тасбек, Қосбек деп айтып жатыр ағаларымыз. Шөп деген өсіп кеткен. Қалың екен. Бұл жақтың туран ғой, ар жақтың. Айта беріңіз. Мынау Тасбек қой. Мынау енді бізде мынау Тасбек дейтін. Қосбек деп айтады дейді, екеу дейді, бірақ осыған келіп суға түсесің сосын. Осында Тасбек деген терең, осы ана көп терең болғасын ғой, балдар ертең өсіп кетер. Сол осы мал борады. Анау бір тас көрдім дедіңіз ғой, анау? Орта бойын. Ана жақта. Ол жақта енді жоқ. Бұл қай жерде бұл шамалы? Осы міне осы жоба. Ана талдар тұр ғой. Талдың оң жағына қарай где-то примерно.
осы әне бір қайыңдар тұр ғой жерге. Иә. Соны только мына талдың жобасында тұратын да тас. Ну где-то бір 700 метр. Иә, 700-800 метр жерде сол жерде. Мынау міне дәл шеті болады. Терең болған соң қамыс өспейді. Шетіне ана анау басына қамыс өсіп кетеді. Ол не ондай терең емес енді. Қашқынбай қыстауы где-то примерно міне былай кетеді. Ол жолдың бер жағы ма, ар жағы ма? Ар жағы, анау ан жақта. Ан жақта. Даже былай қарай кетеді. Анау маймақ, міне. Мында кет. Маймақ, міне. Көрдің? Мына, шық. Міне қалың орман тұр ғой, қалың ағаштар міне. Ол маймақ. Маймақ. Уже содан кейін былай қарай кетеді. Былай қарай. Уже Қашқынбай анау ағаштың маңайында болып отырсың. Жоқ, мен ортада бір шоқ тұр ғой. Сол сияқты. И сол сплошный ағаш кетті ғой. Мына жақ уже еңбек болады. Где-то сол маңай. Даже былай қарай. Так, көп болды бармаға дейм. Так, былай. Маймақ. Үйірімін жерді айтады. Енді менің көрген тас анау тас еді, әрбердегі. Әр жақта, е? Иә, айттым ғой сол тас тұр дейді. Ол қолдан қиылған тас та. Өйткені мал жүріп кеткен енді. Тұрышты. Өйткені жалғыз тасты қоймайды ғой. Иә. Сол тасты. Енді мынау бір жерді көрсетті. Сабыр мына жақты көрсетті. Сабыр? Аха. Ана жерді айтады. Бұл жерде болуға тиіс емес, өйткені жол ғой, бұл постоянно жол жүрісті бұл. Жол жүрісті не жел ол? Не жерден салынып қалған жол. Мына ағаштан тура осылай жолы кететін міне, дойкаға. Дойка, ақсудың дойкасы міне, мына ағаш тұр ғой. Мына ағаш әне бір тұрған жол. Сол жерден дойка тұрды. Ақсудың дойкасы тұр ғой. Жол қасы беріп тұрды ақсудың дойкасы. Ақсудың кажется, бүкіл сақ қосып бір алды. Үкіметтің мағыл тұрды. Бойыны көрді. Сосын елдер қашарлар болды. Жылқы болды. Сөйледі. Ақсудың кісілері бағат. Жазы күні. Күні ауылда бағат. Қораға. Мына жер бір не екен, иә? Міне. Мына жер астында да, иә? Иә, Тас жоқ екен? Тас ештеңе жоқ, болған Не? Тас ештеңе болған еді. Бұл туралы ештеңе білмейсіз ба былай? Бұны соны айтады солар, кәсібек деген. Жолда келе жатып, айтып, сосын осында қойып кеткен деп осы жерде. Содан мына жер мынау кәсібек деп атап кетті деп айтатын. Кімнен Тыным естігеніз? батыр деп айтатын да. Мен енді точно айта алмаймын мен. Тыным батыр. Кімнен естідім дейсіз? Әкем айтатын да. Тыным батыр біздің арғы аталарымыз Тыным батыр деген батыр болған деп. Ол кісі жаугершілік кезінде Қалмақтың ба, жоңғардың ба білмеймін, кімнің қызына келген тоқалдық қалуға. Содан қарғыс салған дейді. 7 атаңа дейін ұрпағың өсіп деп. Содан сонда әкем марқұм айтатын. Мен әкемнен жалғызбын. Әкесінің әкесі де жалғыз болған ба білмеймін. Сол әкем де жалғыз болды, мен де жалғыз болдым деп. Ер баладан. Апалары бар. Апаларына жиендер бар енді ол. Сонда сөйтіп айтатында сол. Енді сосын әлгі Оразалы деген үлкен атамыз болды ғой. Соғыста 7 атамыз айтып отырғанда ол соғыс айтатын. Тыным батырдың ұрпағысыңдар деп. Енді білмеймін енді әр жағын енді соған кеп тоқтап қалды мен. Білмеймін, соны есімде қалғаны. Ол әйтпесе бала күнде естіген нәрселерім есімде қалған сол екен ішінде. Топай деген естіген жоқсың? Топай естідім. Естідім, ол да Топай, сол біздің әйелеріміздің осы Оразалылардың аталары болған аталары ма?
Топай деген. Болат Топаев деген. Топай деген, иә. Сол бір атадан қосады, мынау Балғожаның балалары, сол Балғожалар бір атадан қосады. Арғы атадан білмеймін, неше жатайды.